Сәлем достар, бүгін біз тауықтың қанаттарын маринадтайтын боламыз. Ең бірінші ыдысымызды алып, тауықтың қанаттарын салып шығамыз. Одан кейін барып маринадтауға кірісеміз. Ең бірінші бір ас қасық паприка қызарту үшін, одан кейін жарты қасық тұз, жарты қасық роллтың приправасы, және 2 қасық кетчуп, және 1 ас қасық майонез, және 1 ас қасық соевый соус. Осыларды қосып, енді маринадтауға кірісеміз. Ол үшін тауықтың қанаттарына жаңағы жағып шығамыз. Міне дайын, енді 2-3 сағатты холодильникке салып қоямыз. Міне енді противенға қоямыз. Міне біз крылышкеміз дайын.